келейдір ме? Маған чек айтетіндерші мен. Ассаламағалейкум, қадірлі достар. Біздер Қаңтар қырғын зерттеу орталығы өздеріңізде құлақтанып отырған шығарсыздар. Өзіміздің бірінші сапарымызға шығып қайттық. Нақтылай айтқанда, Тараз, Шымкент, Қызылорда бағытында жол жүріп, сонда зардап шеккендердің туған туыстарымен, қаза болғандардың туыстарымен, азаптанып жатқандардың туыстарымен жолығып, солардың өздерінің аузынан сұхбаттар алдық, нақты фактілер жинадық. Енді егер қазір болып жатқан жағдайға орай халықтың көңіл күйін айтар болсақ, турасын айту керек, халық қатты ашынған. Өйткені қазір қамауға түсіп, ұрып соғуға, қинауға, азапқа ұшыраған азаматтардың жағдайы, ол енді айтудың өзі қиын жағдайлар. Соған көзіміз жетіп қайтты. Біз енді солай екенін былай білдік қой, дегенменен тікелей сол куәлердің аузынан естіген кезде әсері өте жағымсыз. Сол айтқан біз болып атқан осы органдардың тарапынан жүріп атқан қудалаулар, қысымдар барлығы ешқандай халыққа сыймайтын жағдайда. Енді бірден айта кетейін. Бұл мықтап қазір назар аударатын мәселе, сол бізбен қатысқан азаматтарды, бізбен сөйлесіп, бізге сұхбат берген азаматтарды қамау басталыпты қазір. Бізге сондай хабар келіп жатыр. Олардың туыстарын қамағаны аз болып, енді сол жөнінде шындықты айтқандары үшін қамауға алып жатқан көрінеді. Сондай суық хабар жетті. Мәселен, Қызылордада әйелі қамауға алынып, сондай қысымға түскен азамат Нұрлан Мәтенов біз кеткеннен соң қамауға алынған. Сонда өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бұл екі ата-ана 7 баланың ата-анасы. Ал сонда анасын қамап тастады, әкесін қамап тастады, 7 бала қайда енді? Жалпы бұл өзі мен ойлап қарасам, қазіргі болып жатқан жағдайлар ешқандай мынау адамшылыққа жатпайтын. Бұрын енді фашистік деген сондай әңгімелер айтылатын еді ғой, егер осындай қысым, азаптау, қорлау болатын болса. Меніңше бұлар одан да асып кеткен сияқты. Мына қазіргі біздің органдардың іс-әрекеттері сол фашистік әрекеттерден де асып кетті. Өкінішке орай. Бұндай болады деп кім ойлаған? Осындай жағдайда қазір өмір сүріп жатырмыз. Ал енді кейбір нақты фактілерге келетін болсақ, мен тағы да бір нәрсеге назар аудара кеткім келеді. Біздерге сұхбат бергендер негізінен басым көпшілігі қазіргі қамауда қорлық көріп жатқандардың жақындары. Ал мынау қаза болғандардың туыстары, жақындары өкінішке орай көп көрінбеді. Біз кезінде алдында айтқан да болатынбыз. Сол әсіресе оқ құшқандардың әртүрлі жағдайда туыстары келіп бізге өздерінің әңгімесін айтып берсе, болған жағдайдың бәрін баяндап, сол дұрыс болар еді. Өйткені ең алдымен бізге ауыр түсіп жатқаны ол азаматтардың қаза болуы ғой. Соған орай, осыған қарамастан біздің естуімізше қысым қатты болған сияқты, соның салдарынан, соның кесірінен көбісі сол қаза болған туыстарын, жақындарын айтуға қорқып, тартынып атқанға ұқсайды. Біздің сапарымызда тек санаулы ғана, саусақпен санарлық адамдар келіп, өздерінің оққа ұшқан балаларын, әсіресе балалары негізінен ата-аналар бізге келген. Ал оққа ұшқандар жас жігіттер, солар жөнінде өздерінің куәліктерін берді. Ал сол куәліктерде сол баяндау бойынша олардың барлығы
енді көп емес дедім ғой, бірақ соның барлығы да тіптен ешқандай кінәсіз, ешқандай ештеңені бүлдірместен, ешқандай қылмыс жасамастан, қиратпастан, ұрып соқпастан, тиіспестен ешкімге нақақ оққа ұшқандар. Және сосын бір өзімізді жақсы білетін белсенді Айтбай Әлиев Қызылордада белсенді болған үшін өлтірілгені анықталды. Сол мына дүрбелеңді жағдайды пайдаланып, қара киінген, қара маскалы жендеттер біріншіден ұрып соғып, одан кейін атып, басынан контрольный дейді ғой әлгі, атып өлтірген. Демек, мақсатты түрде мынау халықтың сөзін сөйлейтін белсенді азаматтардың көзін жою процесі жүріп жатыр деп айтуға толық мүмкіндік бар. Әрине, ол біздің жолымызда айтылған әңгіменің барлығын үш қалада көп әңгіме болды ғой. Оның бәрін тізіп түгендеп айтып жату қиын. Сондықтан негізінен қорытындылай айтуға тура келеді. Мен енді арасында кейбір фактілерді ғана атап өттім, бұлай түсінікті болу үшін. Ал енді жалпы алғанда сол кездесулерде біздің әңгімемізге қатысқан, сол әңгімелерді тыңдап отырған өкіметтің, биліктің өкілдері жөнінде айтпасқа тағы болмайды. Ішінде прокуроры бар, басқалары бар. Соларды қарап отырып өзіңнен өзің күйінеді екенсің. Мына жағында жылап сықтаған, әбден қиналған, қайғыланған халық ішіндегі шерін тарқатып біздер келгесін. Мынау ішінде жиналған бүкіл қайғы қасіретін ақтарып жатыр. О жерде қандай адам болса да мұндайға шыдас беру өте қиын. Шынымен жан жүрегіңді қинайды. Ал бірақ жаңағы органның адамдары адам таңғаларлық сондай бір безбүйректікпенен, немқұрайдылықпенен, мен бір сөзімде айтып та қалдым, робот сияқты сондай әсер қалдырады. Және қойған сұрақтарға жаттан да жауаптар береді. Тексеріліп жатыр, болды. Ал енді қазір мінекей қаңтар қырғынынан кейін өздеріңіз білесіздер, 40 күннен астам уақыт өтті. Жақында сол қазаның 40-ы аталып өтілді. Осы уақыт ішінде қамауда отырған адамдар әлі күнге дейін тексеріліп жатса, ол қашан бітетін тексерілу? Демек, қайталап айтамын, тек шығарып салма сондай жаттан сөз. Бір селт еткен сезім байқалмайды түрлерінен, жаңа прокурор болсын, басқасы болсын. Адамшылықтан кетіп қалған сондай әсер қалдырады. Өте әсері ауыр. Содан кейін айтуға тура келеді. Бұлардан үміт жоғау деген. Бұл дұрыстап қарап, қамаудағы азаматтардың жағдайын әділетімен шешеді деген үміттің өзі жоғалып кетті деуге болады. Енді жалпы алған кезде әрине мына келген бізге азаматтар барлығы түгел келді деуге болмайды. Біреулері естімеген біздің барғанымызды қалаларға. Енді біреулері жол шалғайлығынан жете алмаған деген сияқты сондай жағдайлар. Олар телефонмен хабарласып жатыр. Айтып жатыр, біз сіздердің келгеніңізді білмей қалдық. Енді дегенмен өзіміздің айтарымызды айтқымыз келеді деп. Оларға біз айттық, енді біз жол тікелей көзбе-көз кездеспегенменен сіздер болған жағдайды болғандай қылып, еш бүкпесіз видеоға түсіріп бізге жіберіңіздер деп. Оны біз өзіміздің мынау мағлұматтар банкіне қосамыз, сосын олар да іске қосылады. Бұны мен тағы да қайталап айта кеткім келеді. Осы уақиғалар кезінде, осы қырғын кезінде, осындай қырғындар болған, әсіресе қалалар мен елді мекендердің азаматтары міндетті түрде бізбен жолығу деп оған ренжімеңіздер, және оны тым
күрделі бір проблемаға айналдырмай, өздеріңіз жаңағы айтқандай болған жағдайларды видеоға түсіріп бізге жіберіңіздер. Мүмкіндіктеріңіз бар ғой, Құдайға шүкір қазір. Мынау әрқайсысында телефон бар, басқа да құралдар, солармен түсіріп бізге жіберіңіздер. Сосын енді тағы бір айтатын жағдай, бұл әрине біздің қаңтар қырғыны зерттеу орталығының айтқанымдай алғашқы сапары, бастамасы. Одан әрі қарай осы сапарлар жалғасады, Құдай қаласа. Енді әрі қарай өздеріңіз білетін қалалар, осы қантөгістер болған, адам қазалары көп ұшырасқан, мынау шығыста айталық Семей, Өскемен, Талдықорғанға біраз барды енді біздің азаматтар осыдан бұрын. Мүмкін оған да соғып кетерміз. Сосын батыс жақта әсіресе мынау Ақтөбе, Орал, Атырау, ол қалаларда өз кезегін күтіп тұр. Барлығында аралап осындай әрекет жасаймыз. Сосын соның негізінде барлығын түгендегеннен кейін бүкіл мағлұматтарды, жиналған куәліктерді, фактілерді, видеоларды қорытындылап, түгендеп, сосын өзінің жететін жеріне жеткіземіз. Иншалла, Құдай қаласа, ең алдымен мен айтып отырғаным жеткіземіз деген ол халықаралық ұйымдар. Біздің жағдайымызда бұл Қазақстанның ішінде бір мәселені шешу, жаңағы айтқанымдай, ол өзі бір өте үмітсіз жағдай. Сол себептен басты мақсатымыз осы материалдарды халықаралық ұйымдарға жеткізіп, солардың құзырына беріп, дабыл қағу арқылы іске қосып, сосын ар жағында солардың тарапынан осы мәселені бір нәтижелі өзінің деңгейіне жеткізу. Ол мақсат алдыменен, ең алдыменен. Біріншіден, енді қаза болғандар қаза болды, ол тексеріс жүре береді, тоқтамайды. Олардың қалай қаза болғаны, неге қаза болғаны, қайда, қашан, тағы басқа сұрақтарға жауаптар іздестіріледі. Ал бірақ қазір бізге өте маңызды мәселе ол мынау айдан астам уақыт бойы қамауда отырған, азап көріп жатқан азаматтар. Солардың жағдайы. Соларды тезірек осы тар қапастан, осы қинаудан, азаптаудан құтқарып, бостандыққа шығару мәселесі. Соған күш саламыз. Сол үшін де осы материалдың барлығы сөйлеу керек. Осы материалдың барлығы өзінің нәтижесін беру керек. Көрдіңіздер, жаңа айтып кеттім, тек қана бұрыннан қамауда отырғандар емес, сол қамауда отырған туыстарын айтқандарды тағы оның үстіне қамақ қосып жатыр. Бұл енді білмеймін, бұл ешқандай ақылға қонбайтын жағдай. Бұл жынданып кеткен, есінен ауысып кеткен бе бұл үкімет? Кейде сондай ой келеді. Сондықтан әрине уақыт қымбат. Біздер қазір осылай жүрген кезде қамауда отырғандардың барлығы әр минут, секунд сайын азап көріп жатыр, қиналып жатыр. Сондықтан оларды бостандыққа шығару міндетіміз, біздің бірінші парызымыз. Кейбіреулер айтып жатады, олардың барлығы да шетінен бейкүнә емес шығар, бүлдіргендер бар шығар, анау-мынау деген әңгіме айтады. Бұндайға мен өзім беретін жауабым, бәрі бейкүнә, бәрі бейкүнә. Өйткені біз жинаған фактілердің ішінде ешқайсының да шын мәнінде қылмыс жасаған жағдайы жоқ. Анау соны айтып отырған азаматтар, ата-аналар, тағы басқалары, ол өтірік айтатын әңгіме емес. Ондайды өтірік айту мүмкін емес. Барлығы да қан жылаған кәдімгі сондай өте ауыр мағлұматтар. Содан түйгеніміз, қамауға алынғандар негізінен бұрында айтылған, қазіргі қайталап айтамын, қолдан террорист жасау әрекеті жүріп жатыр. Тоқаевтың 20 мың терроршысы өзінің рөлін атқарып жатыр. Ойдан шығарған 20 мың терроршы соны айтты да, енді соны растау үшін ол өтірікті, ол ертегіні осындай мінекей
бейкүнә азаматтарды қамап, азаптау, қинау арқылы мойындатып, сол Тоқаевтың сөзін растау үшін жүріп жатқан процесс бұл. Сондықтан әлгіндей олардың бәрі бейкүнә емес шығар деген әңгімені доғару керек. Bir мәселені айтайын мен. Егер Тоқаев айтқандай 20 мың терроршы Орталық Азияның бір қаласынан Алматыға ұшып келіп, Алматыда ойран салып, түрлі қылмыстар жасап, өртеп, қиратып, атып өлтіріп, сосын түгел ұшып кеткен болса, айтты ғой солайды. Олай болса, Қазақстанда терроршы қалған жоқ. 20 мың терроршы келді, 20 мың терроршы қайтып кетті. Ендеше қайдағы терроршыны жасап жатыр қазір органдар. Осы мәселе. Сосын міндетті түрде айтылатын жағдай. Ол кез келген дені дұрыс демократиялық өркениетті елде қамауға алынғандарды біздегідей айуандықпенен ұрып соғып, қинап азаптап, мойындатпайды ештеңеге. Оның барлығы тек қана заңсыздық болып есептеледі. Өрескел заңсыздық. Сондықтан өтіп алынған куәлік болып есептелмейді. Ал ең дұрысы заңды сыйлайтын елдерде тек қана шынайы дәлелдер арқылы мойындатады. Ол дәлелдер егер бірдемені өртеп жатса, қиратып жатса, атып жатса, соны видеоға түсіріп, бұлтарсыз дәлелменен көрсетсе, болмаса тағы да куәліктер беріліп, сонымен дәлелдесе, онда басқа жағдай. Оның біреу жоқ. Ана прокурорлар айтады екен, оларға адвокаттар өздері жаңа жағдайда өз қорғауындағы адамдарға қатысты. Бұның қандай дәлелі бар кінәсінің десе, бізде бар, оны артынан көрсетеміз. Қазір тергеу жүріп жатқан кезде көрсетуге болмайды деген өтірік әңгімелер айтады. Оған ешқандай күмән жоқ. Егер қолдарында дәлелдер болса, ешқандай кідіріссіз соны көрсетер еді. Демек, барлығы да өтірік жала, өтірік кінәлау солар арқылы жүріп жатыр. Енді әрине бұл мәселені таратып әлде біраз жерге дейін баруға болар еді. Өйткені мағлұматтар өте мол, одан алған әсеріміз одан да мол. Бірақ осы айтылғанның өзі меніңше әзірше жеткіліксіз болар. Тағы да Құдай қаласа сапарға шығып оралған соң осылай есеп береміз. Сол кездерде қосымша мағлұматтар айтылар. Енді осы әңгімені түйіндей келе айтарым. Мына қаңтар қырғыны бұл тек қана Қазақстанның мәселесі емес. Тек қазақтың мәселесі емес бұл. Бұл халықаралық мәселе. Олай болатын себебі өздеріңіз білесіздер, Жаңаөзен қырғыны болған кезде ол да халықаралық деңгейге көтеріліп, бүкіл әлемнің көзін тіктірген айтулы жағдай болған. Ал енді қазіргі бүкіл Қазақстан бойынша өткен қаңтар қырғыны өзінің ауқымы, көлемі, ауыртпалығы жағынан сол 11 жылғы 16 желтоқсандағы Жаңаөзен қырғынынан да асып кетті, әлдеқайда асып кетті. Адам шығындары жағынан да, басқа жағынан да. Сол себептен қазір халықаралық деңгейде бұл мәселе әлем жұртшылығының назарында тұр десек, ол артық айтқандық болмайды. Және біз міндетіміз сол халықаралық жұртшылықтың назарын бәсеңдетіп алмау. Осы темірді қызған кезінде соқтайды ғой. Сол себептен біз осы мәселені жеделдете, сол өзінің діттеген жеріне жеткізіп, сол халықаралық деңгейде бір нәтижеге қол жеткізу. Ол нәтиже жаңағы айтқан біріншіден қамаудағы азаматтарды босату. Екінші мәселе, ол маңызды жағынан біріншісінен
кем емес, ол соларды қамап азаптап жатқан биліктің адамдарының іс-әрекетін айқындап, олар жауапқа тартып жазалау мәселесі аяғында. Оның ішінде әсіресе ең бірінші жауапкершілік әлбетте президент атанып жүрген Тоқаевта. Осының барлығына кінәлі оның ескертусіз көздеп ату жөніндегі берген бұйрығы. Соның салдарынан қан судай шашылды. Соның салдарынан жүздеген, бәлкім кім біледі оны, мыңдаған адам шығар қаза болған. Ол әлі айқындайтын мәселе. Сондықтан біздің мақсатымыз осы негізгі әзірше екі мәселе. Оның аржағында әрине үшінші мәселе өзінен өзі келеді, өзінен өзі туындайды. Ол мұндай биліктің Қазақстанды әрі қарай басқаруға ешқандай құқығы жоқ екендігі. Сол мәселе ол да өз кезегінде іске асырылады деп мен кәміл сеніммен айта аламын. Демек, біздің алдымызда өте үлкен, маңызды, өте ауыр болса да атқарылуға тиіс міндеттер тұр. Біздің сол міндеттерді атқарып шығуымызға Алла тағала өзінің сәтін бергей. Ендігі тілейтініміз мына қазіргі жағдайда осы халықтың аман есендігі, тағы да қан төгілмеу жағдайы. Осыдан Алла тағала бізді сақтасын. Халқымызға аманшылық тілей отырып, біз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал енді мінекей біздің Қаңтар қырғыны зерттеу орталығының азаматтары, біз бәріміз бірге 9 адам шықтық қой енді. Сол азаматтар Бекзат Мақсұтханұлы және Әсет Әбішев. Олар да өз кезегінде өз пікірлерін айтсын. Ассалаумағалейкум, қадірменді көпшілік. Осы ақпан айының басында Қаңтар қырғынын зерттейтін арнаулы орталық ашылған болатын, міне Жас аралағаның басшылығыменен. Өткен осы ақпан айының 16-сынан міне 21-не дейін 5-6 күн біз Жас аралаға бас болып, 8-9 адам оңтүстікті аралап қайттық. Онда сол негізінен біздің мақсатымыз Қаңтар уақиғасында зардап шеккен адамдармен тікелей кездесіп, солардан тікелей ақпарат жинау болатын. Біз осы Таразға бардық, Шымкентке және Қызылордаға бардық. Сол кезде зардап шеккен адамдардың отбасыларымен және сол өздерімен тікелей кездесіп әңгімелестік. Туыстары қамалған адамдар көптеп ақпараттар берді. Кейбіреулер енді үлгере алмай қалған, естімей қалғандары болды. Не болмаса тартып жақтаған адамдар болды, кейбіреу жұмыстан келе алмағандар болды. Ал енді бірақ бұл жерде бір айтып кететін нәрсе. Туыстары қайтыс болған адамдар келгені санаулы ғана болды. Не үшін? Сонда бір-екі адам қайтыс болды ма Қаңтар қырғынынан? Әрине олай емес. Айтады ғой, көзден кетсе көңілден кетеді деген болды ма? Жоқ әлде қайтыс болған адамдардың туыстарын көміп, сол топырағы суымай тұрып, ұмытуды шешкен ба? Егер де бүгін біз дәл қазір өзіміздің туыстарымызды ақтап алмайтын болсақ, түрмеде азаптанып жатқан болсын, не болмаса қайтыс болған болсын, біз болды, мені өз басым аман болды дейтін болсақ, күні ертең мен жамандық шақыру үшін айтып отқан жоқпын. Қазір ақиқат айтпайтын болсаңдар, қорқатын болсаңдар, не болмаса оған салғырттық танытатын болсаңдар, кімдегі? Ондай күн ертең сол адамның өз басында сондай жағдай болады. Құдай сақтасын, мен жамандық шақырып отырған жоқпын. Бірақ жамандықтың алдын алмасаң, онда өз басыңа келеді. Бірақ ол кезде сенің өз басыңа сондай жағдай түскен кезде ол кеш болады. Оны саған көмектесетін адам болмай қалады. Сондықтан дәл қазір әсіресе мына туысы қайтыс болған адамдар бізге көбірек ақпарат, уағында ақпарат беріңіздер. Туыстарыңыз қайтыс болған жөнінде айтыңыздар ақиқатты. Сіздердің туыстарыңыз қайтыс болса да, оны ақтап алуларыңыз керек. Себебі ол бейгүнә адам атылып кетті.
немесе түрмеде азапталып өлтірілді. Ол не үшін жаман атақпен өлу керек? Ол қайтыс болған болса да, оған нақтылы анық баға беріліп, қылмыссыз екені айтылу дәлелденіп, және соны өлтірген адамдар жазалану керек. Айтайын дегенім. Жаңа де мына туыстар қамалып жатқан адамдардың жағдайлары өте ауыр. Олардың бірінші рухани соққы болса, олардың екінші олардың экономикалық жағдайы. Өйткені көп жағдайларда сол отбасын асырап отырған адамдар тұтқындалған. Мен бір мысал келтіре кетейін. Тараз қаласында біз бір Райхан атты бір келіншекпен кездестік. Күйеуі түрмеде. 3 баласы бар, 3-еуі де мүгедек. Сол күйеуі, сол 3 мүгедек баламенен отбасын жалғыз өзі асырап отырған. Жаңағы Райхан деген келіншек жылағанда етегі жасқа толады. Неге? Менің күйеуім азамат болмаса дейді, осында адал азамат болмаса, 3 мүгедек баланы қарап, осы отбасын сақтап отырмас еді. Баяғыда тастап кетіп қалар еді. Менің жолдасым отбасына адал, еліне адал, қоғамға пайдалы азамат еді. Тәртіпті азамат еді. Оған жала жапты, түрмеге тоғытты. Деп, бұл бір ғана мысал. Енді көп созбай қояйық. Біз келешекте жоспарымыз бар. Шығыстағы қалаларға және батыстағы облыстарға барып аралап қайтатын жоспарымыз болып тұр. Ал енді осыны естіген, қаңтар қырғынынан зардап шеккен кісілердің туыстары бізге осыдан құлақтар болған соң алдынан хабарласып отырыңыздар. Уағында бізге өздеріңіздің ақпараттарыңызды жеткізіңіздер. Сол арқылы біз қанша көп ақпарат жинасақ, сонша көп адамға септігімізді тигізе аламыз. Түрмеде азапталып жатқан кісілерді, қайтыс болған кісілерді ақтап аламыз. Ол үшін сіздер бізге уағында жеткілікті ақпарат берулеріңіз керек. Жаңа Жасар ағамыз айтып кетті. Қызылордадағы Нұрлан Мәтенов деген азамат бізбен кездесіп, өзінің түрмеде жатқан келіншегі жайлы айтқаны үшін бізден солай деп естідік, тұтқындалған. Ал енді не үшін олай болып жатыр? Ал басқа осы қаңтар қырғынын зерттейміз деп комиссия құрып алдық деп жүрген талай ұйымдар барып кеткен Қызылордаға. Бірақ ешқайсысы солармен кездескеннен кейін тұтқындалды деген ақпарат естігенім жоқ. Ал енді не үшін біздің осы қаңтар қырғынын зерттеу орталығының адамдарымен кездескен, ақпарат берген адамды не үшін тұтқындады? Себебі соны тұтқындап отырған адамдар осы қаңтар қырғынында халықты қырғындауға себепші болған адамдар болуы мүмкін. Олар ақиқаттың ашылуынан қорқады. Ал енді бірақ туысы қамалған адамдарға айтарымыз, сіздер жаңағы сияқты осы қаңтарды жағдайды зерттейміз деп комиссия құрып алып, барып алып сол жерде органның адамдарымен бірге ішіп жеп, сіздердің зарларыңызды тыңдаған құсап кететін ұйымдарға алданбаңыздар. Олардың мақсаты осы қырғынды ұйымдастырған адамдарға уақыт тұтып беру. Сіздердің арыздарыңызды қабылдадық, енді жеткіземіз, анда апарамыз, мында жеткіземіз дейді, бірақ іс жүзінде сол тыңдаған күйінде қалады. Тек қана осы Жасар ағамыз бастаған қаңтар қырғынын зерттеу орталығына берген ақпараттарыңыз ғана халықаралық ұйымдарға уағында және дәл жетеді. Оған сенімді болыңыздар. Және сіздің осы шындық жағдай бүкіл әлемге уағында жетеді. Сол арқылы ғана біз сіздердің туыстарыңызды ақтап ала аламыз. Ал енді басқа саны жоқ, сапасы жоқ көп ұйымдарын оған алданбаңыздар. Ал енді осы қаңтар қырғынын зерттеу орталықтарының телефоны осы видеоның астында жазылады. Содан уағында бізге хабарласып отырыңыздар. Жақсы, аман. Рахмет. Ассаламу алейкум. Я вкратце хочу подвести итог. Не буду переводить все, что было сказано до этого. Я полностью поддерживаю. И хочу сказать о том, что масштабы того, что произошло, они поражают, конечно, с той жестокостью, как подошли власти к тому, чтобы найти неких преступников, террористов. Те масштабы и изощренные методы пыток, которые произошли, это тоже поражает на самом деле. И то, что происходит в данный момент, как казалось, в Кызылорде после нашего отъезда арестовали Нурлана Матенова,
отца 7 детей, за то, что он нам рассказал о том, что его жену также посадили до этого. И он рассказал об этой проблеме нам. И получается, мы видим в этом, я так думаю, что это некое политическое преследование после нашего приезда. И хочу сказать о том, что людей намного больше. Кого-то запугали, кто-то боится, кто-то не верит после всяких ложных, фейковых комиссий, которые проезжали до нас, которые сейчас агитируют в интернете. Вот, и очень печально, конечно, они создают образ, нехороший образ, в общем-то, тех, кто хочет реально помочь и показать миру происходящее у нас здесь в стране. И повторюсь, хочу сказать о том, что мы будем добиваться международного расследования и прилагать все усилия. И поэтому мы будем, думаю, что продолжать ездить. И в этот раз мы с собой возьмем более подготовлено какие-то анкеты, возможно. Те, кого мы опросили, те, кто оставили свои номера телефонов, с вами будут связываться. И большая просьба дополнять информацию, которую у вас будут спрашивать наши волонтеры, правозащитники, и они обязательно будут с вами связываться и держать и нас в курсе с вашими проблемами, что с вами происходит. Вот. И еще одна трагедия, которая произошла в Кызылорде, которая очень, даже больше, чем расстраивает, наверное, да, это Айтпай Алиев, которого, по тем рассказам, то, что произошло от его сыновей, это, в общем-то, казнь. Человека казнили. Это недопустимо сегодня, как так называемом правовом государстве, это казнить человека за его личное мнение, за его гражданскую позицию, мне кажется, это я даже не знаю, каким беспредел. Это даже больше, чем беспредел, это, наверное, бесчеловечность. Это просто человека за мнение, понимаете, казнили. Это ужасает, конечно. И хорошо, что его сыновья не молчат. И это очень важно. Молчать не надо, потому как чем больше вы будете говорить о своей проблеме, о том, что произошло, тем быстрее, во-первых, мы сможем вам помочь, а во-вторых, вы этим самым обезопасите себя и научитесь сами себя защищать. И это очень важно. Спасибо. Связывайтесь с нами. Телефоны все будут. И я думаю, мы сейчас еще сделаем телеграм-бот, на который вы сможете закидывать свои видео, снимать самостоятельно. Если вдруг мы до кого-то не доедем или с кем-то не встретимся, вы сможете в этот бот самостоятельно через телеграм-канал скидывать свои видео. Спасибо. Рахмет. Енді сіздерге мына біздің қандар қырғынын зерттеу орталығының кейбір қажет мағлұматтарын айтайық. Біріншіден, өткенде де жариялағанбыз, қазір де соны тағы да айтамыз. Бізге қаражат жинау мәселесі, өздеріңіз көріп отырғандай сапарға шығу бар, жүріс-тұрыс бар, тағы басқа жағдайлар барлығы да қаржы талап етеді. Сондықтан Каспий Голд соның есеп шоты 4400 4301 1161 95 88 4400 4301 1161 95 88 Еркін Н. Бұның иіні 870 718 301 011 870 718 301 011 Бұл есеп шот мына телефонға байланған. 8 775 032 87 49 8 775 032
87 49. Әркім әрине өзінің мүмкіндігіне қарай, егер өздерінің қаражаттарын аударып жатса, біз тек қана сіздерге Алла разы болсын дейміз. Бұл сіздердің осы біздің қолға алған шаруамыздың ойдағыдай атқарылып, өзінің нәтижесін беруіне жасаған көмегіңіз болады деп есептейміз. Баршаңызға Алла жар болсын. Олай болса, осы біздің бүгінгі есеп беру баспасөз мәслихатымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Алла жар болсын, аманшылықта қауышайық.